Армысыздар қазақ елі. Сәуірдің 24-25 күндері Астанаға үлкен қонақтар келді. Соның бірі Дэвид Кэмерон. Бұл Ұлыбританияның сыртқы істер министрі. Бұрын премьер-министр болған Ұлыбританияның. Былайша айтқанда үлкен бір жаңағы саясаткерлердің бірі Ұлыбритания елінің. Сол Қазақстанмен стратегиялық әріптестік туралы құжатқа қол қойылған екен. Бұл енді үлкен маңызды тарихи оқиға болып табылады. Ұлыбритания елі осы Қазақстаннан ұрланған қаражаттарды қайтаруға атсалысамыз деп жатыр. Одан бөлек қаржы құямыз деп жатыр орталық Азия елдеріне. Тек қана Қазақстан емес, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан сияқты елдерге де барды. Бұл жерде біз орталық Азия елдерін Қазақстанды Қытай мен Ресейден ажыратып жатырған жоқпыз. Олардың өздерінің таңдауы деген сияқты сөздерді де айтты. Бұл да бір үлкен мәселе, ой беріп отыр бізге. Енді Ресей ақпарат құралдары ұлып жатыр. Ұлыбритания орталық Азия елдерін алып кетіп жатыр деп бізден. Бұл енді үлкен сигнал, былайша айтқанда. Осыған дейін де айтқан болатынмын, орталық Азия елдері үшін талас. Бұл енді айқын сол көрініс болып жатыр. Енді премьер-министр Бектенов Түркияға барып келді, тағы бір министр Ауғанстанға барып келді. Одан бөлек енді ШОС ұйымының қорғаныс министрлері бас қосты Астанада. Ол жерге Шойгу да келді Ресейден. Баяғы сол батыс елдері барлығын бүлдіріп жатыр, құртып жатыр деген сол әңгімесін көтерді. Қытайдың қорғаныс министрі келіп Тоқаевтың қабылдауында болды. Ол жерде де бірталай келісімдерге қол қойылды, әріптестік деп. Енді былайша айтқанда барлығы да жан-жақтан қазір өздерінің жобаларын тықпалап жатыр. Барлығы да Қазақстанмен келісімге келгісі келеді, дос болғысы келеді. Енді бұл жерде енді бәрі түсінікті. Орталық Азия елдері үшін үлкен талас болып жатыр. Соны біз қазір көріп отырмыз айғағын. Енді ақш-тан Байденнің оң қолы болып саналатын тағы бір саясаткер келейін деп жатыр Астанаға. Әйел адам. Осындай келіс-барыстар көбейіп бітті соңғы кезде. Бұның барлығы енді осы орталық Азия үшін таластың қызып жатқанын көрсетеді. Енді ақш-та сайлау өткеннен кейін одан сайын қызи түседі. Енді Ресей жағы да бұның барлығын өздеріне жау көріп отыр. Қазақстанды қазір осындай үлкен саяси ойын жүріп жатыр. Енді оны артын көреміз, немен аяқталып, немен бітетінін.